Еркежан, сен биыл жазда қайда саяхаттадың? Мен ауылға және Көлсай деген жерге бардым. Ол Көлсай жалға алып киіз үйде қонатындары да бар. Ол жердің табиғатын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ол жердің табиғатын көрген кезде адамды қайта баурап алатындай болады. Өзің қайта барғың келетіндей болады. Жақсы. Сен яғни биылғы жазғы демалыстан керемет әсер алып қайттың, иә? Жақсы, тамаша. Тағы кім айтады балалар? Ал Асқар, сенің жазғы демалысың қалай өтті? Мен жазғы демалысым керемет өтті. Мен әкемнің, анамның, әкелерінің ауылына ата әжелеріңнің ауылына барып қайттың. Жақсы. Әкемнің ауылына көріп қыдырдым. Көктөбе бар және тағы да басқа жерлерде қыдырдым. Атқа міндім. Жақсы. Атқа мінген саған ұнаған шығар? Сен биылғы жазғы демалысыңды өте керемет, есте қаларлықтай қылып өткіздім деп есептейсің ғой? Иә. Тамаша. Ал, айта ғой, Айдана. Жазғы демалысың саған ұнады? Солай ма? Өте тамаша. Жақсы, отыра ғой. Ал Нұрайдың жазғы саяхатын тыңдап көрелік. Мен жазғы демалысым керемет өтті деп санаймын. Өйткені мен жазғы демалысында тауға шықтым, ауылға бардым. Тауға шыққанда біз таудың тамаша табиғатын көрдік. Отбасымызбен бірге демалып қайттық. Біз содан кейін Астанаға да қыдырдық. Астанада біз бәйтеректі көрдік. Тағы да қызықты нәрселерді көрдік. Тамаша. Менің жазғы демалысым есте қаларлықтай деп ойлаймын. Тамаша, отыра ғой.